Сүйіндік үйіне ерекше көктем нұрын енгізген бір жан бар. Ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан. Абай келгеннен бері үлкен ағасы Асылбектің отауынан осы үйге бірнеше рет келіп кетті. Сылдырлаған шолпысы, әлдеқандай бұлдырлаған тілменен Тоғжанның келер-кетерін паш етеді. Құлақтағы сырғасы, бастағы құндыз бөркі, білек толы неше білезіктері Абайдың бұл өмірден көрмеген бір сәні сияқты. Толықша келген әппақ жүзді, қырлы мұрын, қарагөз қыздың жіп-жіңішке қасы да айдай боп қиылып тұр. Қарлығаш қанатының ұшындай үп-үшкір боп самайға қарай тартылған қыз жүрекке шабар жендеттің жебесіндей. Тоғжан үйдегі сөзге құлақ салса, не қымсынса, сұлу қастары бір түйіле түсіп, бір жазылып, толқып қояды. Елбіреп барып дір еткен қанат лебіндей, самғап ұшар жанның жеңіл әсем қанатындай, биікке, алысқа мегзейді. Абай көпке шейін Тоғжан жүзінен көзін ала алмай, ұзақ телміре қарап қалады.